Қайырлы күн, құрметті жас өлкетанушылар. Мен Төретам кенті номер 85 орта мектептің 7 сынып оқушысы Қорғанбеков Жаншуақ. Табиғатты аяла республикалық форумның аудандық кезеңіне қатысушы ретінде өз өлкемнің эко жүйесін қорғау және сақтау мақсатында түсірілген видеомды ұсынамын. Қабыл алыңыздар. Келбет бұзып тұрса әдемі табиғи әсем келбеті. Бізде осы жерде кеңес одағы кезінде үлкен бетонный завод салынған, кірпіш заводтары, цемент заводтарының барлығы салынған. Ал енді сол кеңес одағы тарағаннан кейін барлығы тастап кеткен. Қазіргі кезде қоқыс үйінділеріне айналған барлығы. Ал енді осының шешу жолдары қалай деп ойлайсың? Ауылдың кіреберіс келбетін қалай әсемдікке, әдемі табиғи мәдени ландшафтқа қалай айналдырамыз? Енді сіз айтып тұрғаныңыз дұрыс ағай, осы біздің өлкеміздің табиғатын одан әрі жақсарту үшін өзіміздің атсалысуымыз керек. Оны істеу үшін біз бүкіл қоқыстың бәрін қайта өңдеуіміз керек деп ойлаймын ағай. Ағай, мынау бүкіл топырақтарды қайта тегістеп, ағаштарды отырғызып, табиғи қалпына қайта келтіруіміз қажет. Және бұл іске бәріміз атсалысып, өз үлесімізді қосуымыз қажет деп ойлаймын. Осы кезіндегі Байқоңыр қаласындағы ұшырымдарға байланысты осы жерде цементный завод, бетонный, цемент, кірпіш заводтары болған. Қалай болса Сізге 85 мектептің артынан бір сұрақ бар еді, жауап беріп жіберсеңіз. Кентіміздің тазалығын қорғауға, қазіргі жас ұрпаққа қандай кеңес берер едіңіз? Не дейміз? Тазалап, бүлдірмей жүрсеңіз. Күнде қиындығы келе ма? Иә. Жарайды. қаншалықты Қаншалықты килограмм қоқыс жинайсыз? Күнделікті 100 килограмм мусор жинаймыз. Мына пластикті таста. Рахмет, толтырайық. Қағаздарды салыңдар. Осы жерге ағаш отырғызамыз. Кішкентайым, көмектес. Ауылымыздың кіреберіс келбетін табиғи, мәдени түрде жандандырып, және де оны әрқайсымыз келтіре аламыз және міндеттіміз.